Сіз осы картинаны көп көргенсіз. Кітапларда, интернетте. Бұл бір қарағанда адамды өзіне тартатұғын Мона Лиза. Кіші өлшемдегі сурет бүткіл дүнияны таңғалдырып, 500 жылдан аслам уақыт давамында сырларын сақлап келмекте. Ал бұны сызған белгілі художник Леонардо да Винчи. Оның атын бүткіл дүнияға танытқан картинада әйне ұсы. Айрымлар суреттегі көріністі Флоренциялы саудагердің хаялы Лиза Герардини дейді. Басқалар болса да Винчидің хаял көрінісі, ямаса оның анасы деп ойлайды. Леонардо да Винчи негізінен кім еді? Ол художник па, ямаса ойлап табушы? Мүмкін оның біз білмеген басқа да талантлары бар шығар. Бүгінгі видеомызда біз оның өмірі, дөретушілігі һәм Мона Лиза картинасы қалайынша дүнияға белгілі болғанлығы хақында сөз етеміз. Видеомыз басланбастан алдын каналымызға ағза болып, лайк басуды ұмытпаң. Бұл Айдын каналының жаңа саны. Мен Айгүл, басладық.